Экологиялық кодексінің жаңа редакциясының жобасы экономикалық ынтымақтастық даму ұйымы елдерінің тәжірибесін, сондай-ақ қазақстандық қоғамдастық мен бизнестің пікірін ескере отырып әзірленді. Оның негізгі қағидасы ластаушы төлейді және түзетеді. Үкімет мүшелері құжат жобасын мақұлдады. Республикаға қоршаған ортаның жай-күйін жақсарту үшін ұлттық деңгейдегі шаралар қажет. Сондықтан жаңа экологиялық кодекс 7 негізгі қағидаттан тұрады. Оларды іске асыру үшін қоршаған ортаның жай-күйін жақсартуға мүмкіндік береді. Алғашқы қағидат ластаушы төлейді және түзетеді. Екінші, қоршаған ортаға әсерді бағалаудың жаңа тәсілдері. Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың жаңа тәсілі. Біз қоршаған ортаға әсерді бағалау тәсілдерін сұрадық. Бүгінгі таңда барлық табиғат пайдаланушылары қоршаған ортаға әсерді бағалау рәсімінен өтуде. Олардың саны 20 мыңнан асады. Жаңа экокодекске сәйкес қоршаған ортаға әсерді бағалаудың міндетті рәсімі тек бірінші санаттағы кәсіпорындарға ғана тиесілі болады. Бұл шамамен 2,5 мың кәсіпорын. Осылайша назар шынымен экологиялық қауіпті объектілерге аударылатын болады. Бұл ретте жұртшылық қоршаған ортаға әсерді бағалаудың барлық сатыларына қатысады. Олар 4 кезеңнен тұрады. Үшінші, ең озық қолжетімді технологияларды енгізу және ынталандырудың экономикалық шаралары. Төртінші, экологиялық іс-шараларға эмиссия үшін төлемақыны жіберу. Бесінші, шығарындылар мониторингінің автоматтандырылған жүйесін құру. Алтыншы, экологиялық бақылауды күшейту және ең соңғы қағидат өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқаруды жетілдіру. Ластаушы төлейді қағидатын алғаш рет 1972 жылы экономикалық ынтымақтастық даму ұйымы сарапшылары тұжырымдады. Мемлекет табиғат пайдаланушыларға экологиялық айыппұл төлеуден гөрі қоршаған ортаға теріс әсерді болдырмау жөнінде шаралар қолдану тиімдірек болатын жағдайлар жасауға тиіс. Өзгерістердің екінші қағидаты бойынша қоршаған ортаға әсерді бағалау рәсімін барлық табиғат пайдаланушыларға емес, бірінші санаттағы ірі кәсіпорындарға қатысты ғана қолдану көзделеді. Сондықтан жаңа экологиялық кодексте шығарындылардың 80% тиесілі. Бірінші санаттағы 2,6 мың кәсіпорынға қатысты ғана осындай талапты қолдану ұсынылады. Сонымен бірге қоғам қоршаған ортаға әсерді бағалаудың барлық кезеңдеріне қатысады. Экологиялық жағдайды барынша жақсарту үшін ең озық қолжетімді технологияларды енгізу қажет. Ол үшін өнеркәсіптік кәсіпорындар технологиялық аудиттен өтеді. Оларға шығарындылар көлемін азайтуға мүмкіндік беретін технологиялар ұсынылады. Озық қолжетімді технологиялар енгізілген кәсіпорындар эмиссия үшін төлемнен босатылады. Олар озық қолжетімді технологияға ауыспаса, олардың эмиссия үшін төлем ставкалары өседі. Бұл мотивациялық механизм сияқты тыйым салу емес екенін түсіну керек. Европа елдерінің тәжірибесі осы қағидаттың арқасында Европадағы ластаушы заттар шығарындыларының саны 94%-ға қысқарғанын куәландырады. Төртінші қағидат эмиссия үшін төлемақыны экологиялық іс-шараларға жіберу. Қазіргі уақытта қолданыстағы заңнамада қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемдерден түскен қаражатты табиғатты қорғау іс-шараларына жұмсау міндеттілігі жоқ. Сондықтан жергілікті атқарушы органдар қоршаған ортаны қорғауға орташа есеппен 45% ғана бөледі. Осыған байланысты ілеспе заң жобасында табиғатты қорғау іс-шараларын 100% көлемінде түсетін экологиялық төлемдер есебінен міндетті қаржыландыру қарастырылған. Қоршаған орта эмиссиясы үшін төлем. Эмиссияға мақсатты жұмсау мәселесі көптеген жылдар бойы ең көп талқыланатын проблемалық мәселелердің бірі болған атап өткім келеді. Бұл туралы көп жазылды, және де бұл түсінікті. Қазіргі уақытта заңнамада табиғатты қорғау іс-шарасына эмиссия үшін түскен төлемдерді мақсатты жұмсау міндеттілігі жоқ. Бұл ел бойынша орташа есеппен түскен қаражаттың 45%-ын әкімдіктер экологияға бөлгендіктен пайда болды. Бұл ретте бірқатар облыста эмиссияны төлеу үшін алынған қаражаттың 10%-дан азы экологиялық іс-шараларға жіберілді. Осыған байланысты жаңа кодексте эмиссия үшін төлемнің 100%-ы тек экологиялық іс-шараларға жұмсалады. Кодекс жобасында ірі ластаушы кәсіпорындардың қоршаған ортаға зиянды заттар шығарындыларының көлемін мониторингілеудің автоматтандырылған жүйесін құруды көзделген. Тағы бір қағидат экологиялық бақылауды күшейту, қоршаған ортаға теріс әсер ету фактілеріне жедел ден қоюға бағытталған. Әкімшілік айыппұлдарды 10 есеге арттыру арқылы экологиялық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік күшейтілуде. Экологиялық кодекстің жаңа редакциясының жобасы қалдықтардың 5 сатылы иерархиясын және оларды пайдалануда міндетті кезеңділікті енгізеді. Түзілудің алдын алу, азайту, қайта пайдалану, қайта өңдеу, кәдеге жарату, көму. Қалдықтарды жүктеу қауіпті емес және қауіпті қалдықтарды қамтитын Европалық қалдықтар каталогына сәйкес келтіріледі. Сонымен бірге Waste to Energy механизмі енгізілуде, яғни қалдықтарды жағу, кейіннен жаңартылатын энергия көзіне ұқсас электр энергиясын алу. Бұл 2025 жылға қарай қалдықтар көлемін 30%-ға дейін қысқартуға және 180 миллиард теңгеден астам сомаға инвестициялар таратуға мүмкіндік береді. Қазақстан өзінің ұлттық
ұлттық мүдделері мен халықаралық келісімдерін негізге ала отырып, қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылым мен техниканың қазіргі заманғы жетістіктеріне негізделетін ең озық қолжетімді технологияларды енгізуі қажет. Жаңа экокодексте кәсіпорындардың ең озық қолжетімді технологияларды енгізу шартымен бірінші санаттағы объектілердің кешенді экологиялық рұқсаттарына көшуі көзделген. Қолжетімді ең жақсы технологиялар бұл қоршаған ортаға келтірілген зиянды барынша азайта отырып, өнеркәсіпті модернизациялаудың дәлелденген тиімді әдісі. Бұл қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін қамтамасыз ету мақсатында техникалық, ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдер. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар үшін озық қолжетімді технологияға көшуді кезең-кезеңмен жасау ұсынылады. Кәсіпорын 10 жыл бойы экологиялық тиімділік бағдарламасына сәйкес озық қолжетімді технологиялар енгізеді. Осы кезеңде олар эмиссия үшін төлемнен босатылады және сәйкесінше бұл қаражат озық қолжетімді технология енгізуге бағытталуы мүмкін. Егер кәсіпорындар озық қолжетімді технологияға ауыспаса, эмиссия үшін төлем ставкалары өседі. 2025 жылдан бастап олар 2 есе, 2028 жылдан бастап 4 есе және 2031 жылдан бастап 8 есе өседі. Бірінші кезеңде ластану көлемінің 80% тиесілі мұнай, газ, тау-кен металлургиясы, химия және электроэнергетика салаларының 50 ірі кәсіпорнын озық қолжетімді технологияға көшіру жүзеге асырылуда. Кешенді экологиялық рұқсат алу жаңадан іске қосылатын кәсіпорындар үшін міндетті болып табылады. Қазіргі уақытта Қазақстан үшін озық қолжетімді технология енгізудің табысты мысалы ретінде өз уақытында қоршаған ортаның негізгі ластаушылары болған өнеркәсіп орындарында ең озық қолжетімді технологияларды енгізудің арқасында соңғы жылдары ластаушы заттар шығарындыларының саны едәуір қысқарған. Бұл Европаның кейбір елдерінің тәжірибесі болып табылады. Атап айтқанда, олардың озық қолжетімді технология енгізу жөнінде жобаларын қазір халықаралық жасыл технологиялар орталығы мұқият зерттелуде. Қазақстан озық қолжетімді технологияны енгізу кезінде қандай тәжірибені пайдаланса да, оның жетістігі көп жағдайда мемлекет тарапынан ынталандыру шараларына байланысты болады деп есептеледі. Озық қолжетімді технологиялар бұл уақытпен реттелетін сөзсіз процесс. Ол өнеркәсіптік және экологиялық саясаттың синергиясына, сондай-ақ экономикалық тиімділіктің жоғарылауына және қоршаған ортаға теріс әсердің төмендеуіне әкелуі керек.